Зеңбірек. Міне, тағы да зеңбірек. Бүгінгі жартылай финал ойынында біз тек зеңбірек голдарды көрдік. Бұдан бөлікте қаншама соққылар айып алаңнан сыртынан тебілді. Қандай тамаша ойын десеңші. Бәрін қопаруға шыққан Холланд ше. Оны Рюдигер турамағынымен айтқанда иіскеп алыстатқан жоқ. Екі алып бір-бірімен күресуден қолдары тимеді. Чемпиондар лигасының мәресіне жақындаған сайын матчтар қатты қызып жатыр. Бүгін міне Реал Мадрид пен Манчестер Сити арасындағы алғашқы ойын өтті. Әділетсіз салынған голды да көрдік, оны бөлек айтып береміз. Ал есеп 1-1 болғанымен іш пыстырарлықтай ойын болған жоқ. Алайда нағыз қанды соғыс біз қарымта ойыннан күтеміз. Себебі ол ойын тікелей финалға жолдама. Ал бүгін осы тартысты матчқа шолу жасап, қандай қателіктер орын алған туралы сөз қозғайық. Сіздермен бірге Желі аяқтай арнасы және оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде арнама жазылып кетіңіз. Ерінбеңіз, сіздің қолдауыңыз өте маңызды. Бірден матчқа өтейік. Алғашқы минуттардан-ақ Манчестер Сити әдеттегідей допты өз иелігіне алып, мадридтіктерді прессинг жасатып жүгіртіп қойды. 8-ші минутта Кевин Де Брюнеден әдемі соққы болды. Алайда қақпашы бәрін көріп тұр, бәрін қайтаруға дайын. Одан кейін Родри де бағын сынап көрді. Біз Родридің осына жойқын соққысы барын Атлетико Мадридте жүрген кезден білеміз. Кеше ғана Баварияға қарсы алыстан соққы жасап жанкүйерлерді таңғалдырғаны да бар. Бірақ Куртуа онша-мұнша қақпашы емес, қиналса да қайтарды. Ал 15-ші минутта Эрлинг Холландқа Кевин әдемі етіп сол қапталға пас шығарады. Холланд болса Куртуа түгілі мен тұрсам да ұстай алатын соққы жасады. Мұндай соққы бұл ойыншыға жараса ма? 16-ші минутта Грилиш өзінің үйреншікті қапталынан асықпай келіп норвегиялықтың басына пас бергенімен әлсіз орылған соққы тағы да нәтиже әкелмеді. Реал Мадрид не қылды өзі? Бүгіндікке шабуылдай ма? Мына жерде бір көріп еді, ол да аяқсыз қалды. Бірақ 36-ші минутта жартылай қорғаушы міндетінен сол қапталдың қорғаушысы атанған Камавинга допты айып алаңына дейін алып келіп Винисиуске пас береді. Ол болса допты тағы да бір қадам алдына жіберіп алыстан жойқын соққысы әдемі голға айналып шыға келді. Мына гол шамамен 20 метрден аса соғылдау. Егер қателессем турлап жіберіңіздер. XG-ін қарайтын болсақ, тіпті гол болады дегенге 6% ғана беріпті. Расымен де мұндай соққыны ешкім күтпеді. Эдерсон допты көргенімен де үлгере алмады. Мен ылғи видеоларында голдың болдырмауға себептерін айтатынмын. Алайда мұнда біреудің қателігін айту қиынға соғып тұр. Себебі ешкімнің өрескел қателік болғанда жоқ. Жай ғана Винисиустың шеберлігі рөл ойнап кетті. Осы соққы Реал Мадрид үшін бірінші таймдағы алғашқы және соңғы соққы. 100% көрсеткіште осыны айтты. Бірақ бір жағынан ол да өкінішті. Енді Чемпиондар лигасының алғашқы Премьер лигасынан жоғары қойып отырған Сити не істеді? Допты одан сайын елене бастады. Бірақ шабуылды бәрібір сол Реал Мадрид жалғастыруда. 50-ші минутта сұмдық комбинациядан кейін Бенземаның соққысы тек бұрыштан әкелді. Артынша Кевин Де Брюне де Куртуаның қақпасын бір емес 2 рет сынап көрді. Бірақ тас қамал атанған бельгиялық әріптесі оңайлықпен гол жібере қоймайды. 67-ші минутта бұл тас қамалдың да шытынағаны болдау. Кевин ақыры деттегеніне жетіп, жойқын соққысымен есепті теңестірді. Мұндай соққыны тіпті Буффон да, Облак та қайтара алмас еді. XG бойынша гол болу пайызы тек 5% құраған екен. Сол 5% голға айналып отыр. Айтпақшы, естеріңізде ме? Видео басында айтып едім ғой, әділетсіз гол деп. Дәл осы гол жайлы айттым. Несімен әділетсіз? Гол болар алдын Ситидің алаңнан шығып кеткен добын Сильва алаңға қайта кіргізіп жібереді. Өте тез болған эпизодта бұған ешкім мән бере қоймады. Тек Реалдың ойыншылары наразылығын білдірді. Бірақ ол да пайдасыз. Сонымен доп шынымен де алаңнан шықты ма? Мұны тіпті жаңадан жасалған технологиялардың өзі растап берді. Доп сыртына қарай кетті. Неге төрешілер вар көрмеді деп Реал Мадридтің бапкері Карло Анчелотти мырзада шағымын білдірді. Бірақ бұл шағымына төреші оған сары қағаз берді. Жарайды, болған нәрсе болды. Голдың өзіне келейік. Мадридтіктердің тарапынан қандай қателіктер орын алды және бұл голды қалай болдырмауға болар еді? Ең басты қателік бұл Камавинганың қате пасы. Родригоға берем деген Родри жұлып алды. Жайдан жай алып қоймай, бір адамнан өтіп жалғыз тұрған Грилишке береді. Егерде Камавинга осы жерде бірден пас бермей алға қарай өз бағыттаса, жақсы қарымта шабуылға ие болар еді. Алайда ең тиімсіз шешімі командаға үлкен зардап әкелді. Одан кейінгі іс-қимылдарды қателік деп айта алмаймын. Кевиннің ол жерде соққы жасауы тым қиын. Бірақ ол оны жасады. Жекелей ойыншыларға тоқталып кетейін. Джек Грилиш. Неймар, Месси секілді дриблинг жоқ, бірақ орта деңгейлі жасай алады. Соққысы да Роналдо Бенземаныкіндей емес, бірақ ол да жартылай болсын қолынан келеді.
Мұның бәрі не үшін айтып отырмын? 100 миллион фунтқа сатып алынған ойыншы жолында тұрған кедергілерді таптау керек қой. Бірақ Грилиш ашығын айтқанда орта деңгейлі ойыншы. Әрине сауатты ойнайды, бірақ жалғыз өзі команданы сүйрейтін қасиеті жоқ. Осы ойында да гол алдындағы сәтті қимылдары болмаса, есте қалатындай әрекеттер жасай алмады. Тіпті бапкері Фоденге қашан ауыстырады деп отырдым. Бірақ Гвардиола қосалқы құрамынан ешкімді де шығарған жоқ. Эрлинг Холланд бүгінгі матчта 1-2 соққысымен көзге көрінгені болмаса, былай дым бітіре алмады. Барлық команданы шайнап жұтып жатқан Холландтың бүгін Реалға қарсы тістері өтпей қалды. Реалдың бапкері оған қарсы Рюдигерді құшақтатқызып қойған. Содан тіпті қимылдай алмай қалды. Матчты көрсеңіздер, екеуі әбден күресті. Одан бөлек оған алауада қосылып, екі жақтан қысып Холландты бүгінгі ойында өшіріп тастады. Сонымен матч бітті. Енді қызықты көрсеткіштерге көз жүгіртейік. Карло Анчелотти келесі қарымта ойын кезде бапкерлер арасындағы рекордты бұзайын деп тұр. Ол Чемпиондар лигасында бапкер ретінде 190 ойынымен Алекс Фергюсонмен теңесіпті. Ал қалған топ 5-те 188 ойынымен Арсен Венгер, 158 ойынымен Пеп Гвардиола және 151 ойынымен Жозе Мауриньо тұр. Мына жартылай финалда Гвардиола мен Анчелотти алғаш рет тең нәтижеге жетіп отыр екен. Оған дейінгі 8 ойында Анчелотти 3 рет, ал Гвардиола 5 рет жеңген. Матч үздігі кім деп ойлайсыздар? Тауып көріңіздер. Ол Кевин Де Брюйне. Софаскор бойынша да үздік атанған екен. Кевиннен басқа үздік деп тек Винисиусты айта аламын. Себебі ол бірнеше рет соққы жасап, әдемі пастар беріп үлгерді. Бірақ Кевиннің командасына үлесі көбірек болғанын жоққа шығару қиын. Әлемдегі ең үздік жартылай қорғаушы десем қателеспейтін шығармын. Келесі матчта да осыны үздік ойын көрсетіп, командасы финалға өтсе, турнирдің үздік атаны да ғажап емес. Сіздермен бірге желаяқ арнасы қолдау білдіріп арнама тіркеле кетіңіздер. Амандықта жолыққанша сау саламат.